Сәлеметсіздер ме менің құрметті оқырмандарым. Бүгін мен сіздермен бірге өте жеңіл әрі тез ақ дайындалатын тойымды тамақ әзірлеймін. Үйдегі қолда бар тағамдардан жасауға болады. Дәмді, тез, оңай тағамның түрі. Бұл тағамның дәмін татқан адамның бәріне ұнайды деп ойлаймын. Менімен бірге болыңыз. Менің каналыма кіріп, подписка жасап, комментарий қалдырып, пікірлеріңізді жазып отырсаңыздар, мен жауап беруге дайынмын сіздермен. Дастарханымыз мол болсын, наурызымыз құтты болсын. Дәмді әрі сәнді тағам жасап көріңіз. Бізге керек заттар: картоп 5 дана, пияз, болгар бұрышы, помидор, сарымсақ 1-1 данадан, фарш 450-500 грамм, сыр 100 грамм, сары май 30 грамм, укроп пенен аздаған көк пияз. Енді картопты біз турап, пюре жасап аламыз. Сосын оған аздап тұз салып, сармай қосып, укроп пенен көк пиязымызды қосып, араластырып қойып қоямыз. Енді табаға аздаған сұйық май құямыз да, пиязымызды қуырып аламыз. Пияздың үстіне фарш саламыз, аздап қуырамыз да, татымына қарай тұзымызды, копченый паприкамызды, қара бұрышымызды салып, араластырып, оның үстіне туралған жаңағы болгар бұрышын, сарымсағымызды, помидорымызды, томатымызды қосып, тағы да аздап қуырып, 3-5 минут аралығында қуырып аламыз. Татымына қарай барлығын өздеріңіз саласыздар тұзын. Енді мына видеода көрсеткендегідей формаға аздап сұйық май құйып жағамыз да, пюремізді шариктер жасаймыз. Шариктер қолымызға жабыспас үшін қолымызды суға салып отырып жасасақ, шариктеріміз әдемі формада болып шығады. Енді сол шариктердің ішіне видеода көрсеткендегідей формаға келтіріп алып, ең астына сырымызды себеміз, оның үстіне фарш саламыз, ең үстіне тағы да сыр сеуіп, қызып тұрған духовкада 200 градуста 10-15 минутта пісіреміз. Егер сізге ұнап жатса, осы тағам достарыңызбен бөлісіп, маған осы рецепт бойынша сұрақтарыңыз болса, қойсаңыз болады. Мен жауап беруге дайынмын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Жасы келген апаларыңызды қолдап, келесі видеоны жіберіп алмауға